Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен 67-ші сабақ мазмұндама тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, бастауыш сыныпта мазмұндама, яғни берілген мәтінге байланысты өз сөзімізбен мазмұндама жазатын боламыз. Мына жерде бізге мәтін берілген, осы мәтінді қазір мен сендерге оқып беремін, тыңдап, өз ойларыңды жазатын боласыңдар. Мазмұндаманың жоспары болады, соны тақтаға жазып қоямыз, соған сүйене отыра өздерің мазмұндама жазасыңдар. Құмырсқа далаға шықты. Жемістер де піскен. Дәл қасында әдемі көбелектер ұшып қонып жүр. Кенет бір көбелек өрмекші торына түсіп қалды. Құмырсқа оны аяп кетті. Ол торды тісімен қиып тастады. Көбелек оған алғысын жаудырды. Сосын құмырсқа құрттың ағашты кеміріп жатқанын көрді. Ағашты аяп, құртқа қатаң ескерту жасады. Құмырсқаны көрген құрт қаша жөнелді. Құмырсқа ағашқа осылайша қамқорлық танытты. Балалар, бұл мазмұндама Балдырған журналынан алынған. Балалар, сендер білесіңдер, біз өткен тақырыпта мәтіннің өзін 3 бөлікке бөлдік. Яғни кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Енді сендер мына мазмұндамаға қарандаршы. Мазмұндаманың өзін 3 бөлікке бөліп қойған, балалар. Яғни құмырсқа далаға шықты деген сөз кіріспе бөлім. Кенет бір көбелек өрмекші торына түсіп қалды. Ол негізгі бөлім. Сосын құмырсқа құрттың ағашты кеміріп жатқанын көрді. Ал бұл қорытынды бөлім. Ал ендеше сіздер мазмұндама жазу үшін мазмұндаманың жоспарына назар аударыңыздар. Бірінші, құмырсқаның көбелектерді көруі. Құмырсқа далаға шықты. Жемістер піскен. Дәл қасында әдемі көбелектер ұшып жүр екен. Көбелектің өрмекші торына түсіп қалуы. Кенет бір көбелек өрмекші торына түсіп қалады. Құмырсқа оны көріп қалады. Құмырсқаның көбелекті құтқаруы. Құмырсқа қалай құтқарды көбелекті? Торға түскен көбелектің торын тісімен қиып тастайды. Құмырсқаның құртқа ескертуі. Құмырсқа құрттың ағашты кеміріп жатқанын көреді. Ағашты аяп, құртқа қатаң ескерту жасайды. Құмырсқаны көрген құрт қаша жөнелді. Құмырсқа осылай барынша қамқорлық танытты. Балалар, мынау берілген мазмұндаманың мазмұны сендерге түсінікті болды ма? Олай болса, өздерің дәптерге өз ойларыңды түсіріңдер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.